Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мраморлы печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен әдеттегідей таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, қантымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Шанышқының көмегімен немесе дәл осылай венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте сұйық майды құямыз, оны да жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ қоспаларымызды қосатын боламыз. Алдымен осылай разрыхлительді қосамыз және де араластырамыз. Разрыхлительді ұнмен бірге қоссаңыздар да болады, немесе дәл осылай бөлек қосып жіберсеңіздер де болады. Дәл осы кезде алдын ала електен өткізіп, ұнымызды және де какаомызды дайындап қоямыз. Сонда біздің печеньеміз үлпілдек және де биік болып, әдемі болып шығады. Алғашында дәл осылай лопатаның көмегімен араластырамыз, яғни астынан үстіне қарай араластырып, барлығын біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Содан соң қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Осымен біздің печеньеміздің қамыры дайын болды. Дәл осылай қатты жұмсақ емес, немесе қатты болып шықпауы керек. Енді келесі кезекте печеньеміздің формасын дайындаймыз. Дәл осылай қолымыздың көмегімен бөліктерге бөліп аламыз және де қант ұнтағына өте оңай жасалады және де аяқ астынан шай ішкіңіз келген кезде дәл осы печеньені дайындап көрсеңіздер болады. Бар жоғы 15 минут уақытыңызды алатын, өте дәмді болып шығатын печенье. Әсіресе балалар сүйіп жейді, сондықтан да дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, жұп-жұмсақ болып шығады. Барлығын дәл осылай орналастырып шықтық. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің өте оңай жасалатын және де балалар сүйіп жейтін мраморлы печеньеміз дайын болды. Өте жұмсақ болып шықты. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.